Жамаат көп. Жамағат көп бүгін жұма күні толады мешіт толды. Қабыл болсын. Халыққа қызмет ету деген оңай нәрсе емес. Алдымызда тұрған жұмыс ауқымды, күрделі, жауапты. Сондықтан бәрі дұрыс болады деп мен ойлаймын. Тілектеспін. Амин. Аса мәртебелі Қажымұлы Кемелұлы үлкен рахмет сізге. Алла разы болсын. Қасиетті жұма күні мешітімізге қош келіпсіз. Қабыл болсын бәрі. Амин. Ниетіңіз қабыл болсын. Біздің жалпы маған келіп құттықтау айтқаныңыз жалпы ол бүкіл мұсылмандарға құттықтау айтты деп біз қабылдаймыз. Сіздің көмегіңізді, қолдауыңызды әрқашан біз сезініп отырмыз. Әрбір жоспарларыңызды айтып жатқан біз қолымыздан келгенше халыққа жеткізіп жатырмыз. Қазір еріктілер жылы деп жақсы керемет бастама көтердіңіз. Соны жамағатқа айтып жатырмыз. Жамағатымыз қолдап жатыр. Еріктілер көп қой мұсылмандар арасында және мешіттер арасында. Соны шамамыз келгенше халқымызға қызмет жасауға ниет қылып жатырмыз. Өте дұрыс. Ең алдымен халқымызға қызмет ету үшін барша күш жігеріңізді пайдалану керек. Халықты, жамағатымызды татулыққа, бірлікке, бәтуаға шақыру керек ең алдымен. Алла қаласа. Қазір дүние жүзінде әртүрлі үдерістер пайда болып жатыр. Жат үдерістер аз емес, сондықтан оларға тыйым салып, халқымыздың ел мүддесіне қызмет етіп, үгіт насихат жасау керек. Алла қаласа.